Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге Голод фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. 5 адам қараңғы үңгірде оянды. Олар қатты қорқып тұр және алғашында бір-біріне сенбеді. Аяқ асты жарық жанды және барлығы бір адамның құрбан екеніне көздері жетті. Осыдан кейін барлығы танысып үңгірді зерттей бастады. Бірінші болып сағатты байқайды және ондағы сызық 30-ға бөлінген. Ал кейін есікті байқайды, ішін ашып қараса, су құйылған 4 бөшкі бар екен. Одан бөлек 4 тостақан және бірнеше дәретхана қағазы бар. Жоғарыға қараса шығатын жер бар, бірақ та ол жерге бару мүмкін емес. Барлығы осы жерде өліп кетеміз деп ойлайды, сол үшін де Анна қатты қорқып тұр. Люк болса жындана бастады, ал Алекс жай ғана сұрақ қойды. Зачем он оставил так много воды? Тек қана Джордан мен Грант үндемей отыра берді. Осы кезде оларды сақалды адам аңдып отыр және бір нәрсе жазып отыр екен. Үшінші күні Грант қаланған кірпішті тауып, тостақанның ұшты жағымен оны ойып құлатқысы келді. Егер де кірпішті құлатсам, артында шығатын жер бар шығар деп үміттенеді. Алекс бөшкеден пышақты тапты және оның қасында хат бар екен. Человек может прожить без пищи максимум 32 дня. Джордан дәрігер екен және бұл пышақпен адамды бөлшектеуге болады дейді. Осы кезде жоғар жақтан өте жай музыканың дауысы естіледі. Бұны естіген бесеуі айқайлап көмек сұрай бастады. Қаланың сыртына шығып өздерінің жұмысын жасауға келген екі жұп көмек шақырған дауысты естиді. Қамалған 5 адамды көргенде жігіт қорыққаннан қашайық дейді, ал қыз болса адамдарға көмектескісі келіп тұр. Осы кезде үңгірдің қақпағын ашу үшін жігіт айналасына қарап ауыр бір зат іздейді. Сонда жанында қыз тас болып жерге құлайды. Жігіт қыздың тамыр соғысын тексергісі келді. Бірақ та қыздың мойнындағы дротикті көріп қашуға әрекет жасады. Бірақ та көп ұзамай жігіт те құлады. Осылайша қыз бен жігіт машинаның ішінде қолдары байланған күйі оянады. Онымен қоса мойындары да көліктің орындығына байланған. Сонда сақалды еркек жігіт пен қызды машинасымен бірге суға тастады. Ал 5-ші күні Анна қатты тоңып тұрмын дейді. Сонда Джордан Аннадағы глюкозаның мөлшері түсіп кеткенін айтты. Сонда Анна қызығып сұрайды, адамның аштан өлу процесі қалай болады деп. Джордан қаламаса да қалай болатынын айтып берді. Бірінші кезекте адамның организмі майлы заттарды жұтып, ол салмағын жоғалтады. Қысым да түседі, онымен бірге температура түсіп кетеді. Екінші кезеңде организм бұлшықеттермен қоректенеді. Адамның басы айналады, талып та қалады. Онымен қоса бауыр жұмыс жасамайды. Ал үшінші кезеңде адамның организмі мүлде жұмыс жасамайды. Қысқасын айтатын болсақ, организм өзін өзі жеп тастайды. 17-ші күн Грант шаққа дегенде бір кірпішті орнынан қозғалтты. Осыдан кейін кірпішті солаймен теуіп құлатты. Арғы жағында кішкентай бөлме, ал бөлмеде 2 адамның қаңқасы бар. Осыдан кейін олардың бостандыққа шығамыз деген үміті мүлдем өшті. Ал Грант болса қатты ауырып жатыр. 20-ші күні Алекс 2 қоңызды тапты және екеуіне үй салып жай ғана ойнап отты. Бірақ та Люк келіп қарны ашқаннан бір қоңызды жеп қойды. Осылайша екіншісінде жегісі келді. Бірақ та Алекс екіншісін өзі жеп қойды. Сақалды еркек болса, олардың сыртынан қарап жай бір рахат кешкі асын ішіп отыр. Сосын ол камерада түнгі уақытта Люктың орнынан тұрып жарықты сөндіргенін байқайды. Джордан да оянды және ауырып жатқан Гранттың жағдайын білгісі келді. Осы кезде артынан Люк келіп бөшкенің қақпағымен қызды ұрып жіберді. Ал сосын Грантты да ұрады және қалтасынан пышақты шығарды. Джордан қайтадан келіп Люктың арқасынан ұрғанда Люк Джорданға тап береді. Осы кезде Грант орнынан тұрып жігітпен төбелесіп кетті. Осы кезде Люк Грантты айқайлап тұрып өлтіруге дайын болды. Бірақ та ойламаған жерден Алекс келіп Люкті ұйықтатып тастады. Осы кезде дереу Джордан қолына пышақ алып Люкті өлтіргісі келді. Анна да қарсы болмады. Давай. Алайда Грант Люкті өлтіргізбеді. Сол себепті Люкті байлап тастады. 22-ші күні жігіт өзін жіптен босатуын өтінді. Бірақ та барлығы қарсы болды. Сонда Люк оларды қорқытқысы келді. Бірақ та Джордан пышақты алып, оның мойнына тақайды. Перережь мне горло. Сонда қыз айтады, мен адамды асықпай және қалай қинап өлтіруге болатынын білемін дейді. Осы сөзден кейін Люк сабасына түсті. 23-ші күн Гранттың жағдайы өте нашар. Ол тіпті суды ішуден бас тартты. Ал бұны көрген Люк жай ғана бір сөзді қайталай береді. Надо убить его и съесть.
Тіпті Гранттың өзі бұл нәрсеге келісіп тұр. 24-ші күн Джордан оянып, қолындағы пышағын тексерді. Онымен қоса Люктің байлаулы тұрғанына көз жеткізді. Люк тып-тыныш отыр, бірақ та Алекс шыдай алмады. Джордан есін жиып қарағанда, Алекс пен Анна аяғына шаққа тұрған Грантты өлтірмекші екен. Гранттың қорғануға мүлде шамасы жоқ. Сол себепті Гранттың етін жеу үшін олар өлтіріп тастады. Осы кезде Люк та мені босат деп қатты айқайлады, себебі ол да Гранттың етін жегісі келеді. Болған оқиғаны сақалды адам қарап отыр және бірінші фаза аяқталды деп жазып жатыр екен. 25-ші күн. Бұл кезде Джорданды байлап тастаған. Сонда қыз жанындағыларға жауызсыңдар дейді. Сол үшін де бір шапалақ алды. Люк қызға кеше сен мені пышақпен қорқытып едің, енді сол пышақ менің қолымда дейді. Бірақ та Джордан қорықпастан Люкқа ауыр сөздерін айтып тастады. Ал Люк болса ашуланып қызды өлтіргісі келді, бірақ та Анна Джорданның өлуіне жол бермеді. 27-ші күннің таңында Анна Джорданға бір тостаған су әкелді және Джорданға екі жігіттің су бергісі келмейтінін айтты. Сонда Джордан Аннаға екі жігітті тыңдама және адам өлтірумен айналыспашы дейді. Қолындағы суды төгіп тастап, қыз жауап береді. Мен оларды емес, олар мені тыңдайды және бұл жерде кім тірі қалатынын мен шешемін дейді. 28-ші күн. Алекс толықтай есінен алжасып кетті және ол еттің дәмі дұрыс емес деп сандырақтай берді және Аннаға аштық көзбен қарады. Сонда Люк келіп бірнеше күн шыда және Джорданның етін жейтін боламыз дейді. Алекс келіседі, бірақ та Аннадан көзін алар емес. Және бірнеше секундтан кейін Аннаға атылып, оның қолын тістеп алады. Сонда Люк дереу Алекстің мойнына пышақ тығып алды. Ал бірнеше минуттан кейін Алекс қансырап, өліп кетті. 29-ші күн. Өткір тастарымен Джордан қолын босатып алды. Әзірге Люк пен Анна ұйықтап жатқанда, қыз барып, жігіттің қолынан пышақты алып алды. Содан кейін жігіт оянды, ал қыз қаша берді. Сонда Люк Джорданды ұстап алды, бірақ та қыз қолындағы пышағымен Люктің бетін тіліп, бөшкі тұрған бөлмеге кіріп кетті. Ал сосын есікті жауып алды. Люк қанша тырысқанымен бұндай қалың есікті ашу мүмкін емес. Люк пен Анна күн санап отырған сағаттың алдында тұр және де стрелканың бастапқы күйіне келуін күтті. Олар осы жерде 30 күн бойы тірі болды. Сол себепті екеуі қуанып тұр, бізді қазір босататын шығар деп. 31-ші күн. Анна Джорданнан кешірім сұрайды және есікті ашуын өтінеді. Себебі судың барлығы Джордан тұрған бөлмеде. Сонда Джордан тек қана бір сұрақ қойды. Ты одна? Анна жалғызбын деп жауап берді, бірақ та есіктің астынан Люктің келе жатқан аяғын байқап қалды. Сол себепті де есікті ашпай, айтылған әңгіменің ешқайсысына жауап бермеді. 33-ші күн. Люк өзінің жұмысымен айналысып жатыр, ал Анна жай ғана қарап тұр. Бұл көрініс Люкқа мүлде ұнамады, сол себепті Аннаны қылғындырып тастады, ал Анна болса мүлде қарсыласпай сол жерде өліп кетті. Және аяқ астынан күтпеген жерден Джордан келді және Люктің мойнына пышақты тығып алды. Ал сосын қыз камераға жақындап, адам етін жегенше осы жерде өліп кеткенім артық дейді. Ал осыдан кейін бөшкенің қақпағын алып, саусағын қанға тигізіп, бір нәрселер жазып тастады және қақпақты қабырғаға сүйеп, оның қасына өзі отыра кетті. Сақалды адам Джорданға 2 күн бойы қарап отырды, бірақ та қыз мүлдем қимылдамады. Сонда сақалды еркек қызды өліп қалған шығар деп ойлап үңгірге түскісі келді. Себебі еркек 2 күн бойы қызығушылығы оянып, қыздың қақпаққа не жазғанын білгісі келген еді. Ол мұрнын қысып, мәйіттердің үстінен аттап жүре берді. Ал сосын аяғымен пышақты ысырып, өзінің қызыққан нәрсесіне қарайды. Қақпақта былай деп жазылған еді. До встречи, солнышко. Осы кезде Джордан оған сүйекті тығып алды және далаға әрең дегенде шықты. Сөйтсе сақалды еркек кішкентай кезінде анасымен бірге апатқа ұшыраған екен. Анасы сол мезетте қайтыс болған, ал баланың аяғы қысырылып қалған екен. Бейшара баланы бірнеше аптадан кейін тауып алады. Сөйтсе бала өзінің анасының бір қолын жеп қойған екен. Содан бері баланың басы істемей қанішер адамға айналған болып шықты. Достар, киноға шолуым ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпа. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.